Көптеген жылдар бойына осы сыншылардың тобы киелі кітапты және мәсіхшілерді былай деп күлкіге айналдырып жүрді. Киелі кітаптың алғашқы 5 кітабына қараңдар. Сендер оны Мұса жазды деп айтасыңдар. Жаңа келісім де солай дейді. Исаның өзі солай есептеді. Алайда деп жалғастырды інжілшілдер. Мұса оны еш жаза алмады. Неліктен? Өйткені ол біздің заманымызға дейін 1400 жылдар өмір сүрді. Сол кезде жазбашылық болған жоқ. Ал жазбашылық болмаса, Мұсаның киелі кітаптың 5 кітабын жазбағаны қисынды тұжырым емес пе? Ал енді тарихтың жауабын тыңдайық. 1968 жылы екі итальяндық профессорлары, археология және көне таяу шығыс тарихының профессоры доктор Паоло Маттия және ассириология профессоры доктор Джованни Петтинато таяу шығыстан ғаламат төбеге тап болды. Оның биіктігі шамамен 50 фут болатын, 5 қабатты ғимаратпен бірдей болатын және көлемі шамамен 140 акр жерді алып жатыр екен. Олар көне өркениетке немесе қираған үйіндіге тап болдық деп шешіп, көп жылға созылған қазба жұмыстарына кірісті. Алайда ештеңе таба алмады. Кейінірек берілмей жалғастыруға бел буып, қазба жұмыстарын тоқтатқан жерге қайта оралды. Анықталғанындай, ауқымды кітапхананы табуға аз ғана жол жүру қалған екен, бірнеше фут қана. Олар мынадай нәрселерді тапты. Қолдан жасалғандығын анықтауға байланысты бірінші болжам. Экспедицияның Эблалық Ибит-Лим патшасының ескерткішін тапқан кезде пайда болды. Мүсінінің кеудесіндегі жазба бойынша Ибит-Лим өзінің қорғаушысы әйел құдайы Эблада жарқыраған Иштарға тостаған әкелуде. Тұра тұрыңыз. Бұл мүмкін емес. Ғалымдарға бұрынырақта патшалық құрған Эбла атты патша жайында сілтемелер мәлім болған. Бірақ олар есепке алынбаған. Өйткені зерттеушілердің пікірі бойынша таяу шығыстың тарихи картасында осы патшалық үшін орында болмаған, осы өркениетке. Сондықтан олар Эблаға қатысты сілтемелерді қабылдамаған. Осындай атты патшалықтың болуының мүмкін емес екендігін алдыға салған. Бірақ Эбланың болғандығын мойындауларына тура келді. Ол біздің заманымызға дейін 3-ші мыңжылдықта негізделген. Ал оның өркендеуі біздің заманымызға дейін 2300 жылдарға келген. Осы жайт көне тарихқа қатысты түсініктердің барлығын өзгертті. Осы империя шамамен 800 жыл бойы өмір сүргендігі анықталды. Бұл нені дәлелдеді? Эбла Құдай сөзі жайында қандай куәлік келтіреді? Оның дәлдігі жайында ма? Оның шынайылығы жайында ма? Мұсаның авторлығы жайында ма? Мұсаның заманында біздің заманымызға дейін 1400 жылдары жазбашылық болды ма? Келесі бейне үзіндіде мен Эбладағы табылған заттар нені дәлелдегені жайында бөлсем.